Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз сиыр тұяғынан жасалатын өте дәмді холодец дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай сиырдың тұяғы қажет болады. Оны осындай 3 бөлікке бөліп алатын боламын. Және салқын суда 1-2 қайтара шаң тозаңнан тазартып жуып алатын боламын. Менің YouTube каналыма жазылып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Дәл осылай салқын суда 1-2 қайтара жуып алатын боламын. Енді кезекте керек емес заттарды осылай пышақтың көмегімен алып тастайтын боламын. Қатты күйіп кеткен жерлерін осылай алып тастайтын боламын. Мен осы сиыр тұяғына қосымша сиыр етін қоссаңыздар, кез келген етті қоссаңыздар болады. Мен осындай қосымша ет қосамын. Сол кезде холодеціміз жегінген кезде өте дәмді болып шығады. Жай отта, салқын суда осылай бір қайнатып алып, бір қайнағанша отқа қойып, осылай сүзіп алып етімізді суын төгіп тастайтын боламын. Өйткені бізге бұл тұяқтың жаңағы шаң тозаңы және майы керек емес. Сол үшін осылай бір қайнатып төгіп тастайтын боламын. Осылай қайта салқын су құйып, барлығын салып, ендігі кезекте жай отта, баяу отта 7-8 сағат қайнататын боламын. Және қосымша бұған дәмдеуіштер мен сарымсақ салатын боламын. Пияз қоссаңыздар да болады бұған. Мен 2 сарымсақ, лавр жапырағынан 2 штук және қара бұрыш салатын боламын. Дәміне қарай түрлі дәмдеуіштер өздеріңіз сала берсеңіздер болады. Осылай жай отта 7-8 қайнататын боламын. Егер жай қайнап жатқан кезде тағы да майы немесе арасында керек емес заттар шығатын болса, сүзгінің көмегімен сүзіп алып тастасаңыздар болады. Жай баяу отта осылай қайнататын боламын. Мен осылай барлығын сүзіп алдым. Осылай баяу отта 7-8 уақыт қайнататын боламын. Және 1 штук, 1 дана сәбіз және ноқат салып қайнатамын. Дәміне қарай өздеріңізде түрлі көкөніс сала берсеңіздер де болады. Осылай шанышқының көмегімен сәбіздің піскенін қарап, осылай алдын ала 25 минут тұрса жеткілікті сәбізімізді алатын боламын. Піскеннен кейін міне дайын холодеціміздің еті жақсы пісті. Мен сәл суытып, осылай етін сорпасынан бөліп сүзіп алатын боламын. Барлығы осылай сүйегінен ажырап пісуі қажет. Енді кезекте қосқан етімізді осылай шанышқының көмегімен шашыратып ажырататын боламын. Дәл осылай барлығын ажыратып аламын. Өйткені осылай таза піскен ет бір-бірінен шашырап алынатын болады. Барлығын осылай шашыратып бөліп алатын боламын. Өздеріңізде қалауларыңызша сәндей берсеңіздер болады. Мен сәндеуімді қазір көрсетемін. Етті де сол сән ретінде пайдаланатын боламын. Кез келген қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, өте көрнекті холодец болып шығады. Қысқа өте көрнекті дәмді ас деп ойлаймын. Міндетті жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Қараңыздар, қандай әдемі піскен ет көрініп тұр. Осылай шай пиялаймызға, яғни шай кесемізге мен аскөк салып сәндейтін боламын бірінші кезде. Шай пиялай қолданамын.
ас көк сәбізімізді осылай турап барлығын сәндеп астына салатын боламын. Пиалайдың түбіне салатын боламын. Өздеріңіз әсем ретінде түрлі көкөністер салып қолдансаңыздар болады. Және ыдыстарыңызды да өзгертсеңіздер болады. Маған осы ыңғайлы, және дастарханға қойғанға да өте сәнді көрінеді. Осы пиалай шай кесеміз. Осылай бұрышына ас көгімізді, сәбізімізді және етімізді шашыратып қостық. Енді кезекте ноқатымызды осылай сүзіп алып салатын боламын. Міндетті түрде отбасыларыңызға немесе қонақтарыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді кезекте холодец жаңағы сиыр тұяғымызды осылай ұсақтап кубиктап турап алатын боламын. Барлығын осылай бетіне салып шығамын. Қасықтың көмегімен осылай барлығын бірдей етіп салып шығамын. Барлығын осылай салып шықтым. Енді кезекте сорпамызды сүзіп құятын боламын, өйткені арасында майда сүйектері болуы мүмкін. Осылай барлығын сүзіп құйып шығадым. Мен бұл жерде қонақ дастарханына арнап пиалайымды санап өлшеп қостым. Қалған артығын үлкен ыдыста отбасыларыңызбен жегенге үлкен ыдыста қатырып сала берсеңіздер де болады. Бұл дастархан көрнекті болу үшін қонақтарға арналған. Ал отбасылық дастархандарыңызға түрлі ыдыстарда қатыра берсеңіздер болады. Дастарханның сәнін келтіру үшін міндетті жасап көріңіздер. Қыстық тағам ретінде өте көрнекті көрінеді. Баршасы сүйіп жейтін ас деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығын осылай құйып шықтым. Енді кезекте холодильникке, мұздатқышқа бір түн қойып қоятын боламын. Жақсылап өз формасында қатуы үшін бір түн холодильникке қойып қоямын. Міне қараңыздар, барлығы қатып тұр, өз формасын сақтап тұр. Қалай қозғасаңыздар да. Енді кезекте осыны тарелкаге салатын боламын. Осылай пышақтың көмегімен шетін осылай кесемізден ажырататын боламын. Осылай жан-жағын жай-жай ұрып, міне қараңыздар, қандай әдемі холодец дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер және маған комментарий қалдырып баға беріп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет, бір жасағаннан сәтті шығатын холодец. Өте ішіндегі заттары да өте көрнекті көрінеді. Түрлі қылып әсемдесеңіздер де болады. Холодеціміз сыртына өте мөлдір болып көрнекті көрінеді. Міндетті түрде бағалап комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Және менің каналым дамуына сіздердің міндетті түрде комментарий қалдырғандарыңызды сұранамын.